Деген қырдың қызыл қызғалдағы өмірдің сырлы сымбат сұлу сәні боран бел оймақ ауыз қызыл ерін жігіттің ойлайтыны бір арманы қыздардың теңдесі жоқ бір асыл зат ежелден бағалаған адамзат қыздарға әсемдікті сыйға таққан ерекше мүсін беріп бұл табиғат Қыздар-ай, тыйылған қазір қандай ашықты салма бойым мөлдіреген қалғымай Қыздар-ай, тыйылған қазір қандай ашықты салма бойым мөлдіреген қалғымай Қыз емес қыздың аты қызыл алма сұлулық әсемдікті жиған бойға айға бағалтын кірпік қиылған қас қыздарды ұқсатамын туған айға жастаңдай күміс көмей сырғалымай майысып тал шыбықтай тұрғаның ай жалт етіп қарағанда бойым балқып бөленіп махаббатқа Қыздар-ай, тыйылған қазір қандай ашықты салма бойым мөлдіреген қалқымай Қыздар-ай, тыйылған қазір қандай ашықты салма бойым мөлдіреген қалқымай Қайырлы күн қазақ елі, сіздермен бірге Қосылайық жобасы Ендеше сұлуда сымбатты, ақылына көрінсай ерке қыздарыңыз Диана Скапман қарсы алыңыздар. Қыздар-ай, тыйылған қазір қандай ашықты салма бойым мөлдіреген қалқымай Қыздар-ай, тыйылған қазір қандай ашықты салма бойым мөлдіреген қалқымай Қуаныш, қайырлы күн қазақ елі, Еуразия бірінші арнасы тікелей эфир жаңа маусымның екінші шығарылымы құтты болсын, қош келдіңіздер тағы да. Бізбен бірге болыңыздаршы, 4 сағат бойы сіздерге дайындаған тосын сыйларымыз, жаңа үміткерлеріміз, жаңа қатысушыларымыз тағы бар, сондықтан бүгінгі шығарылым өте сәтті әрі берекелі болсын деп, бүгінгі эфирімізді біз бастаймыз. Тамаша көңіл күй. Біраз қатысушылар енді билемей отыр, не екенін білмеймін. Мұхтар, бүгінгі образыңыз не деген? Қайдан келдіңіз? Ақтөре енді тиісіп қоймай жатыр. Құрметті көрермен, дәстүрлі ойынымыз Big Box дүкені ұсынған кереметтей қорапша ішінде былғардан жасалған әмиян, қосылайықтан естелік деген жазу бар сіздерге және кереметтей таспиқ. Сондықтан эфир барысында көрсетілетін 5 белгіні жазып алыңыздар, жаттап алыңыздар. Арнайы посттың астында Instagram желісінде бірінші болып пікір қалдырыңыздар. Бірінші құпия белгі бізде әділеттің қолында деседі. Әділет мырза дейді. Қайдасың қазақ қызы дейді. Ал, көңіл күйлеріңіз қалай деп мен бұл сұрақты ақ еркеге қойсам бірінші кезекте. Күні кеше маған уақыт жетпеді, көрермен мені дұрыс танымай жатыр деп көңіл күйі түсіп қалған еді. Сондықтан бірінші кезекте сұрақ сізге.
Диана ханым, сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Күйім жақсы. Просто бүгін жақсы уже. Кеше сол бір последний моментте эмоцияға беріліп қойдым. Алдағы көрермендер менімен жақсы таныса жатар. Уақыт әлі алда деп ойлаймын. Ал көрермендерге тағы бір мәрте таныстыра кетейік. Ақерке. Ай десе аузы, күн десе көзі, түр десе түрі, бой десе бойы десе бір жаққа бара жатыр. Қай жаққа бара жатқанын білмеймін. Сол жаққа барасыз ба? Ал, жарайды. Ондай болып тұрады. Ал, танысайық. Ақерке, арнайы сізге 3 минут уақытымызды бөлеміз. Рахмет. Ал? Есімім Ақерке, жасым 28-де, Тараз қаласынан боламын. Негізгі мамандығым эколог, бірақ қазіргі таңда визажист, әрлеуші болып жұмыс жасаймын. Сән саласында. Қандай жігіт күтесіз? Мен негізі күтемін жігіт, бойыменен ұзын болу керек. Сіздің бойыңыз қанша? Менің бойым 1,56. 1,56? 1,65-тен жоғары болса, потому что спортпен айналысатын жігіт болу керек. Денесі ірі болса деймін, арық жігіттер ұнамайды маған. Ақтөре отырмыз ғой, мына жақта екеуі болып, мен және Хамо дейді. Көре жатармыз. Денесі ірі болу керек. Көре жатармыз, қайсысын? Хамоны немесе Ақтөрені? Жоқ, қазір ештеңе айта алмаймын. Бірінші үміткерімді күтемін өзімнің әрине. Бірінші үміткер болмай қалса, қатысушылар дейсіз ғой, Бой ұзын болу керек, денесі ірі болу керек. Ақтөре, келіңізші, бойларыңызды салыстырайықшы. Ақеркемен. Ақтөренің бойы ұзын емес деп ойлаймын Ақтөренің. Сіз биік өкшедесіз? Жоқ, болмайды. Біздің үйдің ережесі осы дейсіз ғой, Ақтөре, микрофонмен мына жаққа бармайды. Спортпен айналысатын жігіт болса, және де білімді азамат болса деймін. Білімді. Мысалы, үнді сериалдарын ерекше жақсы көрсе қалай қарайсыз? Сериалда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Әркімнің өзінің көретін кинолары бар ғой. Просто жоғары білімді азамат болса деймін. Міндетті түрде жоғары білімі болу керек. Міндетті түрде. Колледж, орта білім жарамайды. Жүрегім егерде қалап қалса, возможно, өз талаптарын көз жұмасыз. Көз жұмалам. Бәлкім сізге студиямыздағы Асқар сияқты жігіттер ұнайды. Асқар десем қуанышқа қарайды. Асқар, сіздің дипломыңыз бар ғой, бар, әрине. Қандай диплом? Орта және жоғары білім. Жоғарғы бар. Қызыл, көк диплом. Көк қой. Көк жарай ма? Болады. Онда бойыңызды салыстырайықшы. Окей. Ал. Шамамен осындай болу керек пе сіздің болашақ жарыңыз? Осындай болады. Осындай. Дипломы, бойы. Дипломы болу керек. Асқар, не істейміз? Келін бала қалай сіздерге жарай ма? Асқардың талабы бар ғой, ол ата енемен тұру керек деген. Сіз тұрмайсыз ба? Онда 3 минутымыз аяқталды. Құрметті көрермен, біз ары қарай эфирімізді жалғастырамыз. Ақеркемен таныстық осымен өз мәресіне жетті. Ризасыз ба? Енді көңіліңіз орныңызда. Болды, рахмет, ренжімейміз. Аягөз микрофонды сұрап жатыр, ал Аягөздің айтары бар сияқты. Не айтам? Білмеймін, мына жақта сыбырлап, былай деген сияқты. Мен айтайыншы дейді. Хамрақұл, сіз? Жоқ, мен айтайын деген. Кім? Жаннұр. Жаннұр, сіз? Диана ханым, бүгін өте әдемі болып отырсыз. Рахмет үлкен. Соны айта салайын деген. Соны айта салайын дедіңіз ба? Рахмет үлкен. Сол рас болса, біздің шымылдық жабылсыншы. Жаңа маусымда алғаш мәрте шымылдық жабылды, және жаңа үміткер кімге келді деген сұрақ. Хамо дейді Мұхтар мырза. Асхат дейді. Бізде 2 Асхат бар. Аружан. Жаңа үміткердің таңдауы бізде. Жарнамадан кейін белгілі болады. Жарнама.